Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсамал. Бүгін мен ши бауырсақ рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны балалар сүйіп жейді. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Және де бұл ши бауырсақты сгущенкамен немесе балмен араластырып жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Бұны соңына дейін қарап кетіңіздер, керек заттарды описанияға жазып кететін боламын. Бізге керек заттар жылы суымызға қантымызды, тұзымызды қосып, және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып, одан соң күнбағыс майын қосып, оны да жақсылап араластырып, одан кейін біз ұнымызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстіне содамызды қосып, араластырып, және де массамызға құйып, осындай қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды бірінші қасықпен өстіп араластырып аламыз. Сұйық кезде және қоюланғаннан кейін осылай қолымызбен басып қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды өстіп бөліп салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Осылай 20 минутқа өстіп қойып қоямыз. Болғаннан кейін үстін басып, және осындай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін ендігі біз осылай қолымызбен және де осылай тақтайымызға қойып, осылай жіңішке қылып, лагман сияқты өстіп созып жасап алатын боламыз. Неге видеодағыдай жасаймын, және осылай кішкентай дөңгелектеп кесіп барлығын аламыз. Осындай ұсақ болғанда дұрыс. Неге барлығын жасап алдық, ендігі майымызды қыздырып қоямыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұру керек. Қызғаннан кейін барып салсаңыздар болады. Ши бауырсақтары тез піседі, 2 минутта пісіп болады. Неге өстіп араластырып, қызарған уақытта өстіп алып аламыз. Неге біз барлық ши бауырсақты пісіріп алдық, бізде осындай болып шықты. Өте дәмі керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.